мұқият тыңдап ал. Анау тұрған нан сөрелеріндегі бір нанды аласың да жүгіре жөнелесің. Мен сенің артыңнан жүріп өтемін. Еш қамықпа. Апа, біз дұрыс жасамадық. Мен қателестім. Нанға тиын төлемей алып кеттік. Кешірші мені. Енді қайталанбайды. Сен бәріне кінәлісің. Балаға қандай тәрбие беріп жатырсың? Ертеңгі күні баламыз қандай болып өседі? Жоқ, қамықпа. Оны ешкім байқаған жоқ. Ол әлі бала ғой. Мұны тірлігің дұрыс емес. Ертең баланың болашағына балта шабамыз. Ол қандай қыз болып өседі, соны ойландың ба? Ендеше мен саған ақша бермеймін. Өз күндеріңді өздерің көріңдер. Қап, мен қызыма жақсы тәрбие беремін деп күйеуімді ренжітіп алдым. Мұным дұрыс болмады. Енді қайттым, бәріне өзім кінәлімін. Қызым, жаным, мен ақшамды алаяқтарға жегізіп алдым. Кешірші өтінемін, мен ақымақ болыппын. Жарайды, ештеңе етпейді. Бұл да бір Алланың сынағы шығар. Бұдан да өтеміз. Қызым, мен жұмысқа тұрдым. Жақында жалақым да түсіп қалады. Біз бақытты өмір сүруге лайықпыз. Алақай!